Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Шору каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде бал көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Адам түсінде өзі өлген адамды бал жеп жатқанын көрсе, бұл оның дүниедегі жақсылықтар мен жасаған жақсылықтары ақыретте оған шапағат етіп жақсырақ жерде екендігін көрсетеді. Түсінде бал сатып алу жақсы жаңалық және түс көрушінің қарыздарын өтейтін және қаржылық жағдайына қатысты алаңдаушылықтарынан арылатынын көрсетеді. Түсінде бал беру көптеген жақсылықтар мен тамаша болашақты білдіреді. Түсінде адамдарға көп мөлшерде бал берсеңіз, бұл Раббыңыз түс көрушіге көп жақсылық жазғанын, түс көрушіге адамдарға жасаған жақсылығы үшін оны жақсылықпен марапаттайтынын білдіреді. Үйленген адам бал арасын тауып алып алса, ол қалағанын табады, ақшасы көп болады деген сөз. Егер адам түсінде бал сатып алу, түс көрушінің армандары мен өмірінде ерекше тілектер тұрғысынан қалаған нәрсесіне жақын арада табатынын білдіреді. Үйленген адам үшін түсінде таза бал сатып алса, Алла қаласа Мысырдан келген ақшадан қалағанын алатынын білдіреді. Түс көруші түсінде ақ балды армандаса, бұл әйелмен бақытты сезінеді және олардың арасы жақсы қарым-қатынас бар екендігін білдіреді. Түсінде үйленген адам түсінде балды пайда болуы, оның керемет өмір сүретінін және отбасы мүшелерімен қарым-қатынасы өте жақсы екендігін көрсетеді. Көптеген ғылымдар ер адамның түсінде бал көруі әйелінің жақын арада жүкті болатынын білдіреді деп санайды. Ажырасқан әйел үшін түсінде бал көруі жақын арада болатын жақсылықты білдіреді. Егер ажырасқан әйел түсінде бал көрген болса, бұл жақсы нышан және оның соңғы кезеңде басынан өткерген жаман жағдайлардан өзгеруі және оның қазіргі бұрынғыдан да жайлы сезінетінін білдіреді. Егер жүкті әйел түсінде бал көрген болса, бұл оның денсаулығының жақсаруын білдіреді. Жүкті әйел үшін түсінде қара балды көруі әйелдің материалдық жағдайының жақсарғанын және Құдайдың күйеуіне көп жақсылық беретінін білдіреді. Тұрмысқа шыққан әйелдің түсінде бал көруі Алла тағаланың бұйрығымен жақын арада оған сәби сыйлайтынын білдіреді. Жалғыз әйелдер үшін түсінде бал жеу түс көрушінің тамаша өмір сүретінін және оның қолы жеткізетін ризық болатынын білдіреді.